Ассаламуалейкум, қазақ елі, қайырлы түн баршаңызға. Біздерде тағы да бір қуанышты жаңалығымыз. Бұл Toyota Highlander 18 жылғы лимитед комплектация. Ешқандай соққы болмаған, по деталю барлығын тек ағытып шешіп қойған. Көлікті көріп отырсыздар. Состояниесі, обшивкалары бәрі бар, есіктеріне бәріне салады. Өте әдемі, лимитед комплектация жоғары жүреді өте. Тек running drive және тұсанат жүреді. Проблем жоқ. Тек пробег үлкен демесек. Родной дегендей ғой, оригинал. Так, 18 жылғы по бирку. Характеристикасы міне, 93 000 миль жүрдік. Поздравляем дейді. Вы выиграли данный транспортный средство. $17 600 ұтып алдық, иншалла. Алла нәсіп етсе, қазағына бір Highlander. Осындай көліктер қажет десеңіздер, хабарласыңыздар. Иншалла әдемі бағада ұтып беруге тырысамыз. Ассаламуалейкум, қазақ елі, қайырлы күн баршаңызға. Біздер автопапа базарына келіп, бір-екі обзорлы түсіріп кетейік деп келгенбіз. Highlander автокөлігі. Көріп тұрсыздар. Шоколадный металлик цвет. 16 жылға $26 000. Кеше біздер аукционнан ұтқан болатынбыз. 18 жылғы Highlander'ды. Так, 17 600-ге ұттық. Келуімен Грузиян басына $21 000 шамасына шығып тұр. Ремонтымен $24 000, 24-ке де жетпей жол, $23 500 шығады. Ал 16 жылғыны $26 000 сатып тұр. Бірақ біздер бұның повреждениесін тексерген жоқпыз. Сондықтан аукционнан қаншалықты тиімді екенін өздеріңіз көріп отырсыздар мысалы. RAV4 автокөлігі келіп қалған екен. Бағасын ештеңесін жазбаған. Бұлар енді эле комплектация ғой. Вариант жақсы вариант сияқты. Бағасын жазбаған. Бағасы кемдігін сол $20-24 000 айналасы болар. XL комплектация, бірақ білмеймін, іштерін бәрі тряпка. Осы нелердің ұнамайтыны сол. Крышкасы жоқ екен. Бұлардың барлығы 2.5 двигатель, сол камерлардікімен бірдей. Мен камера 70-тігімен міне мынандай деталь керек. Осын сатып алуым керек. Трубочканың түбінен менде жайлап антифриз ағады. Мен антифриз жүреді. Осындай деталь сатып алып, камера 70-тігімен салып қойым керек, иншалла. Бәрінде де бірдей екен. Камера есе комплектациядағы 55. Өте әдем, осы 55-тері осы цвет өте жарасады. Өте жарасатын цвет. Так, 977-621 деген осындай. 15 жылға екен, бірақ берік бойынша. Өте тамаша жүреді ғой, жүрістері өте әдемі. Осыларды қазақ учетта алса болады. Шамамен 9,5 миллион, 10 миллионға шығады под ключ. Осындай көліктер қазір доллардың қымбаттауына байланысты қызықтырса. Қазір міне осындай украинецтер жүр. Оларға бәрібір қандай машина, Forester бола ма, Mitsubishi'лар бола ма, мысалы Subaru, немесе Nissan бола ма, қызықтырмайды. Бәрін ала береді. Мынандай NX қарап жатыр екен. Бұл NX-тің жылын көріп жіберейік. 17 жылға дейді, 25-500-ге дейді. Енді мен жеге винкодын қалдырайын, тексеріп көрсеңіздер болады. Повреждениесі қандай болған. Дегенмен повреждениесі қатты болды деп ойлаймын енді. Мынаған жақындап едік, мына деп жатыр. RX. Дауысы қандай ашса. Қағаз ештеңесі жоқ. Сатылып кетті деп жатырды. Ашып үлгергенсің ғой. Көрдіңіз осы. Қазір украинецтер мен орыстар осы жаққа көптеп келіп жатыр, және қырғыздар. Қырғыздар не үшін келіп жатыр? Қырғызстанда көже машина қалмады почти. Орыстар растаможный көліктерін көбін тасып алып кетті. Сондықтан машиналарын сатқан қырғыздар келіп жатыр. Екіншіден орыстар өздеріне келіп жатыр. Оларда санкция. Европа елдерінен, басқа елдерден көліктер келмейді, және өздерінен шығатын көліктерін заводтар жауып қалды. Сол себепті орыстар қазір осы жақтан келіп алып кетіп жатыр. Ал украинецтардың порттары жұмыс жасамайды. Олар аукционнан ұтқан, алған көліктері өзі Грузияның басына келеді, Украина басына бармайды. Сондықтан олар қазір осы жақтан келіп алып жатыр. Грузинда, украинецтер. Солай бауырлар. Тағы да Highlander автокөлігі 2019 қараңыздар.
Audi автокөліктері $9800 сұрап тұр. 2013 жылғы 2 объемда. Мына жерде тағы бір Audi сондай. Тағы біреу тұр. Ол 22900 сұрап тұр. Жылы қай жылғы? 2016. 2016 $38000 сұрап тұр. Ой. Жалпы Audilарға шамалы адамдар қызыға бермейді. Сосын бұлардың да енді бағаларын көрсіздер. 16 жылы $38000 дейді. Мынандай санаты спорт келіп қалған. Шоколадный цветте. Қағаз ештеңе жазылмаған. Сатылып кеткен шығар, может. Солай бауырлар, иншалла хабарласыңыздар, көлік қажет болса, біздер бүгін тағы да аукцион ойнайтын боламыз, Алла нәсіп етсе. Қызыл сиенаны айтпақшы бермей қалды. Бүгін аукционға қайтып қойыпты. Таңғы 5-те ойнайды екен. Сондықтан біздер басқа варианттар қараймыз деп шештік, иншалла. Бүгін сол сиена қараймыз, сосын Camry қараймыз. Көрейік, қандай жақсы варианттар бар екен. Қазір сол аукцион тиімді болып, барлығы аукционға көшіп жатыр. Кеше Хайландыр, Алла нәсіп етсе, Қызылорда өнеріне кетеді, лимитед. Ассаламу алейкум қазақ елі, қайырлы кеш баршаңызға. Біздер күндіз базарда запчасть анамыналар іздесек, көліктерге обзор түсіріп түнде кешкісін осындай аукцион басталады. Аукционда біздерде 2 сиена қарап жатырмыз. Бір сиена маңдай Алматыдағы ағамызға. Білмеймін, қаншаға дейін көтерілетін. Вроде дым болмаған. Ішкі нелерінің ақтарып, сыртынан шығарып тастаған, кино түсірген ғой. Страховой компанияларға. Пробег 66 мың. Міне, ішкі құрылысы мұнда жатыр. 18 жылғы Бирка бойынша. Екінші көлік, мынандай ол ақтаулық бауырымызға қарап жатыр қазір. Бұл да жаңағыдай құрастыру жинай қоятын, но бірақ бағасы қанша дейін көтерілетінін білмейміз. Арзан вариант іздеп жатырмыз ғой. Қанша деген. Осындай көліктерді қарағымыз келіп отыр қазір. Отсақ айтам. Ассаламу алейкум, тағы да бауырлар. Сиен автокөлігі 18 жылғы, почти дым болмаған. Подушкалар атылмаған, ішкі құрылыстардың барлығы 66 мың жүрген, ішкі құрылыстардың барлығы сыртында жатыр. Осы көлікті біздер ойнадық. 18 Бирку. Құттықтап қойсаңыздар болады. Аллахың қалауымен 17700-ге тоғылдық. Кеше Хайландырды 17600-ге тұтқан болатымыз. Аллаға сан шүкір. Құтты болсын дейміз. Алматыға кетеді бұйырса бұл көлік. Сыртта шаруалармен келатыр едім. Бұл жаққа жақындадым. Иншалла. Қазір 2-3 жыл оттан кейін бізде аукцион. Тағы бір сиен автокөлігін ойнаймыз.